Сәлем достар, сіздермен бірге Мәке арнасы. Бүгінгі видеомызда біз игла жасайтын боламыз. Игла деген ол қардан жасалған үйшікті айтады, және де екінші бөлім көретін боласыздар. Алынша видеомызға кеттік. Шымкент қаласында желді қар жауды, сондықтан да әр жерге үйіп тастады қарларды. Мына жаққа қарайтын болсақ, ол жақта мүлдем қар жоқ, ал мына жақта қар өте көп. Енді мен қазір отпервалиться түсіріп жатырмын. Таудың басына шығып баратырмын. Бұл жерде қарлар өте көп, тізеден келетін жерлері де бар. Біз бұған дейін де біраз шыққан едік, соның іздері жатыр мына жерлерде. Достар, мен алдыңғы видеомда айтқандай табиғатқа шығып сырғанап тұрыңыздар, ол өте пайдалы болады. Достар, өздеріңіз қазір көріп тұрсыздар, мен ешқандай қардың ішінде тұрған жоқ, мен кәдімгі жерде тұрмын. Бұл жерге қарды әпкеп үйіп тастаған. Менің бойым шамамен 165-ге жуықтаса, бұл қардың төмен екенін есептейтін болсақ, онда ол қар шамамен 155-160 болып қалады. Көмектесін. Қазір мынадай шана десек, осы шаналардың көмегімен мына жерден үй жасайтын боламыз. Қар үйшік. Алынша бастаймыз.
Достар, енді біз қардан жасалған үйімізді аяқтадық. Оның іші өте кең әрі ыңғайлы болып шықты. Бұны жасауға шамамен 1,5-2 сағаттай уақыт кетті. Ендеше біз ішіне кірейік. Достар, қараңыздар, іші өте кең болып шықты. Іші жайлы әрі төбесі биік. Өте ыңғайлы болды. Оның төбесі биік, және де былайынан отыра берсе де болады. 2-3 адам оп-оңай сыйып кетеді. Енді бүгінгі біздің видеомыз соңына да келіп қалды. Бүгін біз осындай қардың үй жасадық, және де ар жақта таулардан сырғанадық. Бірінші бөлім көрмеген болсаңыздар, мына видеоны көріп қайтыңыздар, ол өте қызықты болып шыққан. Хош, сау болыңыздар достар.